Жетісу облысында қылмыстық іс әшкереленді. Полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері 16 миллион қазақстандықтың жеке деректерін заңсыз пайдаланған коллекторлық агенттіктің қызметін тоқтатты. Бұл іс жүзінде елдегі ересек тұрғындардың басым бөлігінің деректеріне қатысты. Арнайы операция Талдықорған қаласында жүргізілді. Тергеу ұйымдастыруға және пайдалануға қатысты бар 3 адам ұсталды. Қазір уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.